Рахмет. Енді жалпы айтатын болсам, бірінші сіз жер учаскесінің тұрғын үйлерін заңдастыру мәселесін айтқан болатынсыз. Енді бұл жерде бір нәрсені түсінуіміз барлықтарымыз қажет, оның заң талабы бар, Қазақстан Республикасының заңнамалары. Оны біз қатаң түрде сақтау керекпіз. Өкінішке орай, көбіне сұрақтар көтеріледі. Мен мысалы осы жер саласында Шымкент қаласында әкім орынбасары лауазымда жұмыс атқарғам. Осында орынбасары болдым. Көбіне мен сізге айтайын, 60-70%-да бұл жерде тұрғындар тарапынан енді заң сақтамай сондай жағдайлар алынып отырады. Келеміз айтамыз, мына жерде қорғау аумағын сақтау керек, нан бүйтіңіз, сөйтіңіз, оған қарамай құрылысын салып кете береді. Сондай орындар бар. Екінші мәселе, қазір таңда оның бірінші жер учаскесін алуының алдында егер біреуден қолма-қол сатып алатын болса, оның бәрін тексеріп шығуға болады. Тиісті кадастрымыз бар, сол жерге барып услуга ретінде бәрін қарап тексеріп алу қажет. Енді бұл жерде заңдастыру мәселесін айтатын болсақ, мен бұдан алдыда осы халықпен кездесу үнемі осы сұрақ көтеріледі, мен түсіндіріп өткем. Жалпы көбінде сотқа арызданған кезде олар қателік жасайды, олар жер учаскесін заңдастырып беруді сұрайды. Егер де жер учаскесінде енді самазахат қой, былай қарасаңыз, бірақ тұрғын үй кезінде салынған, болмаса түбір тегі жоқ қосақтысын. Бұл жерде ең бастысы мен көбісіне түсіндірем. Егер басында мүлігі болса, ол бірінші мүлігін заңдастырып алу керек. Мүлігін заңдастыру үшін ешқандай әкімдіктен ешқандай қағаздың қажеті жоқ. Ол сот өзі қарайды. Егер де мүлігін заңдастырған жағдайда да, содан соң сол соттың шешімімен ол әкімдікке жүгінеді. Мынау мен мүлігім заңдастырылды, мүліктің астындағы жер учаскесін маған рәсімдеп беруді сұранам дейтін болса, сонда заң аясында рәсімдеп беруге мүмкіндік бар. Соны дұрыс түсіну қажет.